Сәлеметсің бе оқушым? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты болымды және болымсыз етістіктер туралы білімдерімізді түрлі жаттығулар орындау арқылы одан әрі шыңдау. Ендеше оқушым, бірінші тапсырмаға назар аудар. Ол үшін көрсетілген сілтемеге өтіп, Бейбарыс Сұлтан туралы бейнефильм тамашалайық. Бала Бейбарыс Қыпшақ даласында моңғол шапқыншылығы кезінде тұтқынға түсіп, Сириядағы Дамаск қаласына құл базарға жіберіледі. Екінші қожайын Айтекин әмір оған шәкірт ретінде қарап соғыс өнерін үйретеді. Оның жауынгерлік айбынын байқаған Аюп Сұлтан түрік және Кавказ ұлтының құлдарынан құрылған мәмлүктер әскерін алады. Бейбарыстың басқаруындағы мәмлүктер Египеттегі Мансур қаласында болған кресшілер жорығында жеңіске жетіп, француз королі 9-шы Людовикті тұтқынға түсіреді. Әміршісі өлтірілгеннен кейін қожайынсыз қалған Бейбарыс жақтастарымен бірге бірнеше жыл бойы қашқында жүреді. Мысыр сұлтаны Құттыз Бейбарысты ел билігіне араласуға шақырып, әскер қолбасшылығына тағайындайды. Соғыс өнерін өте жетік меңгерген ол, көптеген жорықтарда жеңіске жетіп, атақ абыройы өсе түседі. Жарты әлемді жаулаған моңғолдар Ирак пен Сирияны басып алған соң, Мысыр жеріне көз салады. Бейбарыс Сұлтан шапқыншылықты күтпей, әскерімен бірге моңғолдарға қарсы аттанады. Олар Палестина жеріндегі Айны Жалот мекенінде кездесіп, алапат шайқаста Кетбұға батырдың әскерін тас-талқан етті. Өзін қолға түсіріп, жазаға кесті. Содан кейін Бейбарыс жеңілмейтін моңғол әскеріне тойтарыс берген қолбасшы ретінде аты әлемге жайылды. Жеңістен кейін Құттыз Бейбарысқа Алеппо аймағын беремін деген уәдесінен тайқып кетеді. Мұны қорлау деп түсінген Бейбарыс Құттыз сұлтанды тақтан тайдырып, билік тізгінін өзін алады. Бейбарыс Мысырдың сұлтаны атанғаннан кейін оған жеңімпаз патша деген лақап ат беріледі. Ол ішкі тәртіпті күшейтіп, дұшпандарымен аяусыз күресті. Ол кресшілер мен моңғолдардың қолында қалған жерлерді азат етіп, Орта Азиядағы селжүктерді, кіші Арменияны, берберлерді толығымен өзіне бағындырды. Көптеген алыс жақын мемлекеттермен елшілік қарым-қатынас орнатты. Сол кезде Қыпшақ жерін билеген Алтын Орда ханы Берке ханмен одақтас болып, сауда-саттық байланыстарын жасады. Сұлтан Бейбарыс халықтың жағдайын білу үшін қарапайым киіммен шығып, қаланы аралайтын. Ол елдің әл-ауқатын жақсартып, мыңдаған медреселер мен мешіттер, кітапханалар, қамалдар салдырды. Қуатты әрі мықты елдің сұлтаны бола тұрып, Бейбарыс жырақта жатқан туған жерін ұмыта алмады. Ол Дешті Қыпшақ даласынан келетін саудагерлер арқылы жусан шөбін алдырып, иісін иіскеп, сағынышын басатын. Сонымен оқушым, Бейбарыс Сұлтан туралы бейнефильмді тамашаладық. Ұнады ма? Әрине. Ендеше оқулықпен жұмыстанайық. 94-ші бетті ашып, 59-ші бетті ашып, 94-ші жаттығуға назар аудар. Мәтіннің тақырыбына қарап, мазмұнын болжап көр. Сонымен қатар, төмендегі сұрақтарға жауап бер. Бейбарысты кімдер алып кетті? Ол өз өмірін қай елде өткізді? Бейбарыс қандай бала болды? Қалай ойлайсың, ол қандай қасиеттеріне қарай патша болды? Бейбарыстың туған жеріне деген сезімін қайдан білуге болады? Бейбарыс жусанды бойтұмарының ішіне неліктен салып алды? Міне осы сұрақтарға жауап іздеп көр. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Ендеше оқушым, өзіңді тексеріп көр. Жаугершілік уақытта соғысқан елдің адамдары оны ат артына мінгізіп алып кетеді. Ол өз өмірін Араб елінде өткізді. Бейбарыс ерекше бала болып өсті. Өзінің мықтылығының арқасында бір күні патша болады. Жусанды иіскеп тұрып, елін еске алып сағынады. Содан соң жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған кезде иіскеп, мауқын басы үшін жусанды өзіне салып алады. Сенің де жауабың осыған сәйкес деп ойлаймын. Ендеше оқушым, жарайсың.
жауабыңды дұрыс деп баға беремін. Енді оқушым, келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқулықтың 60-шы бетіндегі 43-ші жаттығуға назар аудар. Ретін сақтап отырып, мақал шығарып көрші. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Енді оқушым, жауабыңды тексеріп көр. Экранда көріп тұрғандай, адам елінде, қоға көлінде көгерер деген сөз шығу керек. Сенде де дәл осылай шықты ма? Ендеше жарайсың, керемет. Енді оқушым, оқулықтың 61-ші бетіндегі 44-ші жаттығудағы өлеңді оқып, қатесін түзеп жаз. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлық қал кішіні. Қай жерінде қате бар? Қане тауып алшы. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлық қал кішіні. Сен де өлеңді дәл осылай жаздың ба? Жарайсың, керемет. Енді оқушым, ойнайық та, ойлайық. Қане өзіңнің тапқырлығыңды дәлелдеп берші. Мына мақалдарды болымсыз етістіктермен толықтырып көр. Қане, өзіңді тексеріп көрейік. Білім таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Дәл осылай жаздың ба? Ендеше жарайсың, супер. Енді оқушым, бүгінгі сабақта қандай әсер алдың? Өз әсеріңді мұғаліміңмен бөліс. Үйге тапсырма, ережелерді жаттау. Сау бол!